Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздерге Абайдың 32-ші қара сөзін оқимын. Білім, ғылым, үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзін біраз шарттары бар, оларды білмек керек. Білмей іздегеннен табылмас. Әуелі білім, ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектің өзін дәулет білсең, және әр білгеніңді білген уақытыңда көңіліңде бір рахат құзыр, қасер болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің зақ соғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалда емес, көбірек бақас адамды түземек түгілі бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас қушілдікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсатты ғылымдағы мақсат болмайды. Адам баласын шатастырып, жалған сөзге жендірмекші болады. Мұндай қиял өзі бұзықтарда да болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні күзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл, мақтаншақтық бойын жеңсе, ондай адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрысып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, иждихаттықпен көзің жетсе, соны тұт. Өлсең де айырылма. Егерде ондай білгендеріңнің өзі жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып, құрмет күтесің. Төртіншісі, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлақаза қылу, екіншісі берік мұхафаза қылу. Бұл екі қуатты зорайту жақанды де болу керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесіншісі, осы сөздің 19-шы бабында жазылған. Ақыл кеселі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бар. Зинхар, жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екіншісі халықтың, үшіншісі дәулеттің, төртіншісі ғибраттың, бесіншісі ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншысы, ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауытты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінезің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегенде тұрарлық мінезде азғырмайтығын, ақылды, арды сақтарлық, беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл, ар үшін болсын.